Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сметаник пісіремін. Ол үшін ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап крошка жасаймыз. Сары май менде 82%. Осылай қолымыздың көмегімен крошка жасаймыз. Және қопсытқыш саламыз. Енді мұнда менде бір жұмыртқаның сарысы, желток дейміз ғой, желтокқа қант қосамыз. Және шамалы су құямын. Осы массаны жақсылап араластырамын қант ерігенше. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды ұнымызға құйып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабыспақтау болады. Көп ұн себудің қажеті жоқ. Осылай жұмсақ қылып илеп, қамырды бірден қолдана берсеңіздер де болады, немесе холодильникке салып қоюға да болады. Мен холодильникке қойып қойдым бір жарты сағатқа. Оған дейін енді начинкасын жасаймыз. Сметанамызға қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағы болмаса, қант сала берсеңіздер болады. Қант ұнтағын саламыз және жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластыра беріңіздер. Вилкамен, миксермен міндетті емес. Миксермен тіпті кеңесте бермеймін, осылай венчикпен де жақсы араласады. Осылай бір келкі қылып араластырып аламыз. Енді бір ас қасық мен ұн қосамын. Ұн қосып, түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырамыз. Енді мен қамырымды жаюға кірісемін. Қамырымызды жаямыз. Қамыр песочный тесто болғандықтан сынғыш болып келеді. Сол үшін ақырындап жайып формамызға саламыз. Менде форма 24 диаметр. Осылай салып алдық. Енді сметананы құямыз. Сметанамызды құйып, мен жан-жағын вилкамен басып қоям кішкене. Қатты басып жүрмейміз, өйткені піскен кезде сметана көтеріледі. Суыған кезде қайтадан орнына түседі. Осылай әсемдеп қоям жан-жағын. Ирек-ирек болып тұрады сонда. Міне, сметанегім пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен балаларым шұқып тастапты бетін. Шыдамай. Осылай песочный тестасы да прям күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.